достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз картоптан сырты қытырлақ әрі дәмді болып шығатын фри жасайтын боламыз. Бұл фриді балаларыңыз сүйсініп жейтініне сенімдімін, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал біз бастаймыз. Менің картоптарым дайын, сыртын ашып, жақсылап жуып алдым. Енді осыны солонка етіп турайтын боламыз. Мінекей, картоптарымды солонка етіп турап алдым. Енді осыны салқын суға 5 минутқа салып қойып, артынан 2-3 қайтара жуып тастайтын боламыз. Ол картоптың крахмалын кетіру үшін. Сол кезде ғана біздің фрилеріміз қытырлап, әдемі болып піседі. Мінекей, картоптарымды 2-3 қайтара жуып алдым. Енді осыны кептіретін боламыз. Осындай орамалға, сүлгіге картоптарымызды жайып, кептіріп аламыз. Жақсылап кептіріп алыңыздар. Сулы болмау керек. Мінекей, картошкаларымызды кептіріп алдық. Енді осыны қайта ыдысымызға салып, кішкене тұздап алатын боламыз. Енді осыны қызып тұрған майға салып қуырамыз. Мінекей, менің майым қызып дайын тұр. Енді осыған картошкаларымызды жайлап салатын боламыз. Осындай сүзгішпен міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, барлық жағы теңдей пісу үшін. Осылайша 5-10 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің фрилеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен соусына майонезді және кетчупты қолданамын. Сырный соусты да қолдансаңыздар өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.